Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы боран деп аталады. Кітаптарыңның 10-шы бетін ашып, боран тақырыбына арналған бірінші мәтінді жақсылап оқып, түсінеміз. Мен берген сұрақта жауап бере қойыңдар. Боран деген не? Боран мен желдің арасында байланыс бар ма? Боран сөзінің қыс мезгіліне байланысты қолдану себебі неде? Бұл сұраққа балалар толық дұрыс жауап берді деп ойлаймын. Тіпті өз сұрақтарыңызды кері байланысқа жазуларыңызға, жауаптарыңызды жазуларыңызға да болады. Ал енді біздің әдебиетімізде боран сөзіне байланысты бірнеше мақалдар кездестіреді екенбіз. Торлаған бұлтты боран қашырар, боранды күні бала құтырар, желді күні ит құтырар. Баянсыз өмір өтті боран желдей, фәнилік басып алды аққан селдей. Қараңдаршы, баянсыз өмірді, құтырған баланың күнін боранға теңеп тұр, торлаған бұлтты боран қашырар деп, ол күні бір үрей болатын, ол күні сақтану керектігін баса айтып өтті. Сонымен қатар балалар, кітаптарыңызда септік, 7 септік өздеріңізге белгілі ережесі тұр екен. Соны мұқият оқып, естеріңе сақтап жаттап алыңдар. Қазақ тілінде 7 септік бар. Атау септік, ілік, барыс, табыс, жатыс, шығыс, көмектес. Сұрақтары, жалғаулары беріліп тұр. Тіпті жай септеу, тәуелді септеудің де мысалдары берілген. Соларды оқып, естеріңе сақтап алыңдар. Жай септеу түбірге тікелей жалғанып тұр, ал тәуелдік септеу тәуелденіп барып, жалғауы жалғанып тұр екен. Сонымен балалар, 11-ші беттегі 5-ші тапсырманы үйге алыңдар, дәптерлеріңе орындаңдар, кері байланыс міндетті түрде жазыңдар. Ал бүгінгі сабақтан алған әсеріміз: не сезіндім, нені білдім, қандай ой пайда болды, не үйрендім? Кері байланысқа жазуларыңа болады. Назарларыңа рахмет. Келесі кездескенше сау болып тұрыңдар.